Ассалаумағалейкум, біртұтас қазақ елім. Ағайындар, жаңа 10 минут болып кетті тағы бапылдай берген. Былай қарағанда, мысалы, мен әлеуметтік желіге көп уақыт бөлуім мүмкін. Мысалы, жаңа 10 минут сөйледім, осындай қате болып қалса, тағы мысалы 20, 30, 40 минут кетіп қалады да, мен шаруамды жасап жатырмын ғой былай қарағанда. Соны айтқан кезде, егер де сізге, мысалы, сізге айтады ғой, мысалы, парковка машинаны былай қоя қойшы, бір жерге келе қойшы, ана жерден барып бірдеме алып келе қойшы, поштаға бірдеме салып жібере қойшы десе, сіз не ал дейсіз, уақытым жоқ еді дейсіз ғой. Бірақ сіз жарты сағат тоже маған әлеуметтік желіге уақыт бөледі екенсіз. Бұл ақиқат, шындық екен. Енді айтайын дегенім, менде уақытым жоқ деп айтсам, олар маған айтады, әлеуметтік желіде отырасың ғой дейді. Отырам, тиктоктан бірдеме ақша тапқым келеді, мынан бірдеме бағанағыдай заказ осы туалеттерді осыдан көріп жатыр ғой енді, столдарды деген сияқты. Стол өтпей қалды, стол. Айнагүл Мырзабекті әлі көрген жоқпын, күйеуіне айтайын деп едім. Айнагүл 1 жылдан асты 5.000 теңге бері жақ жер стол үшін. Ол қырсыншы жақсы, ол бері жағы ештеңе емес. Ол мені алаяқ деп шығарып қойған. Және міне халықтан көмек сұрадым, көмектесіңіздерші деп, бірақ ешкім соқпаған ғой Айнагүлге. Прикинь, наоборот, подружкалары, достары звондаған ғой. Коля ма? Коля, ол Коля алаяқ қой, ана мынау деп айтады дейді. Ал мен тек қана жақсылық жасаудан басқа ештеңе жасамаймын ағайындар. Әкеме де жете алмаймын, әкем де бәрі таниды Алексейді да. Мысалы, қазақпыз, Есенқұлбеш руымыз. Біреулер айтады дейді, орыс па, ол ана мынау деп айтады дейді. Жақсы, фейсбук парақша, екі парақша бар. Екіншісі, қарыз жайлы. Сосын мына әкімшілік мені блокқа салып тастады телеграмнан. Басқа бөлім бетшейін айтпай ақ қояйын. 8-700-463-07-31 Атыраудан Жасұлан деген 68 жылғы 50 мың бері жақ, 51 ма, 52 ма, әлі ала алмай жүрмін. Ол 1 жылдан, 2 жылдан асты. Содан кейін екіншісі мына жақта Бақыт деген бар, артиста. Ол маған 18 мың столын алып кетіп алып, маған тек қана 8 мың теңге берді. 1 жылдан асты. Одан кейін бар Самаркенде әжетхана алды, Ермек деген бала, әкесі қайтты, Сағынбай деген марқұм жатқан жері жарықтап тұра болсын. Әлі берген жоқ қарызымды. Ойлап қараңызшы, бәлен 3 ай өтіп кетті. Енді мамасына айтқам, Нұргүл Мадиева интернетте істейді, ол мамасы да бермейді. Мұнда жерде айтуым себебім, ағайды жамбы жоқ кетті. Айтуым себебім, бірақ халық ақшамды қайтармай жатыр. Маған керек болып бір ақша, мысалы, сол үшінді көрдіңіз бе? Ақша кімге керек емес, ағайындар, ақша бәріне керек. Бірақ енді жамбы жоқ кетті. Шөй тұрайын ба? Ақша бәріне керек, ағайындар. Көрдіңіздер ма? Енді Ама шай қоя қойыңызшы бір аяқ. Қою шай қоя қойыңыз, қою шай. Енді қараңыздар, мен сөкпеңіздер. Мен егер сөгетін болсаңыздар да, ағайындар, мен сөгіп жатыр ғой біреулерді, мысалда, мен сөгетін болсаңыздар, қараңыздар, өздеріңізге қараңыздар бірінші. Өздерің балаңызға қараңыздар, шағаңызға қараңыздар. Енді балет, чемпион мира болайын жатса, мысалы, неден, кіндіктерін аштырмаңдар, ағайындар. Кіндігін ашып, көтендерін бұлғаңдатып, құйрықтарын дейді ғой, сөйтіп билеп жатыр қыздарымызды. Сабина, Дарикорд, Скитлс, Анелия, Дариға, ондайлар көп. Мысалы деймін, оны неге айтып жатыр десеңіздер, мысалы, осының ішіне бәрін қосып жіберейін. Неге десең, менің маған қарыздарым бәрі біткен жоқ. Енді Нұргүл жеңешемізге жаздым, енді жақсы. Қате болып жатыр, нетті, бітті, бірақ жауап бермей отырсыздар. Мен уже 3 айдан асты. Ал, байбалам салып не болып жатыр, ақшаңды ала алмай десеңдер, жағдайың жақсы емес па десеңіздер, мен анам ауырып қалады, үлкен кісі ғой енді, үлкен кісі болғанда да еще даже құттай бала сияқты, үлкен кісі құттай бала сияқты. Мен осы ауданда, Атырау облысы Құрманғазы ауданында білем, 4 балалы бар, 5 балалы бар адамдар бар. Ақкөлден де естідім біреуін, Қиуаз, тағы бір жерлерден естідім. Әкесіне, шешесіне қарай алмай отқан адамдар бар. Кеше қызыл қоғаны көрдіңіздер ғой, әкесін 80-дегі, 90-дағы әкесін сабап атқан, тағы бірдеме сондайлар бар, ағайындар. Бірақ бәрі бес-бауыздақ бірдей емес. Рембазда мұқтаж жандар бар, ағайындар. Соларға көмектесіңіздер. Бұзаусылан ауылында Рафинат деген апа бар, Бекзат деген бала бар, мүмкіндігі шектеулі жан, еңбекшіде. Айгүл деген қызымыз бар, Абдрахманова, артиста. Өте мұқтаж жандар, өте көп. Оларға бара беріңдер.
жаңа 1000 теңгеңіз бар ма, Темірәлі мешітіне салып жіберіңіз. А мешітті жамандайтындарға айтатын маған енді. Мешітте не жамандық көрдім. Алла ұлық, Алла жаратушы. Ағайындар, мені сөкпеңіздер, тағы айтайын. Я, мен уағыз деп есептемеңіздер. Коля уағыз айтып жатыр. Менің сертификатым жоқ. Менің айтатын нем жоқ. Менің маған білімім өте мықты емес. Бірақ маған айтып отқаным ғой. Туалетке сол аяқпен кіріп, оң аяқпен шығасың. Соған мен жақында бір апа айтады. Мә, көке, рахмет дейді. Мен оны білмеп едім дейді. Ей ағайындар, орамал тағып аласыңдар, шаштарың шығып тұр, шаш болмайды ол деген. Ол ана жерде айта алмаймын мен сіздерге. Мына айтсам, шаштарыңызды жұпыны орамал тағып жүріңіздер. Кеше бір қатеге бардым ағайындар. Тағы орамал өткен басына бірдеме жабыстырып алыпты бүйтіп. Қойыңыздар, оны кішкентай ғой орамал деген, салып жүріңіздер. Екінші қарыз маған беруші Гита деген қыз Хиуаз ауылынан. Қызым ауырып жатыр деп мына жерде 10 000 теңге сұрап келді. Мен 5 000 теңге сұрап кетті, мен 10 000 беріп жібердім. Ертең 5 000 ақ беремін деген. Өтірік емес, бәрі шындық. Емер алайық отырмыз. Оған беріп жібердім да. Енді тағы бір рет ақша сұрағам. Қашан бересіз ақшаны десе, мен сенің үстінен ар жазам бірдеме жазып жіберді. 1 жыл болды оған да. Кім таниды Хиуаздан. Ал енді екіншісі Тұрсынай 4,5 алып Рембаздан. Әлі берем дейді. Енді үй сатамын деп жатыр. Әлі жоқ. Бірақ кәсіпкер. Маған керек ақша. 2000 теңге Ақкөлден Отау ТВ телевизорлеріңізді жасайды. Мен де телевизор жасап берді. Коляқа 4000 теңге беріңізші деді. Мына өсек өтірік мақтаншақ қанағат рақым ойлап қой деп айтпай ақ қойыңыздар. Мына Коля өсек айтады. Мен ақшам қайтарсын. Болды, мен ештеңе айтпаймын. Ақшамды қалай қайтарады, содан кейін алып тастаймын мына видеоны. Бір-бірлеп алып тастап, мен Коля алып тасташы десе, алып тастай алмаймын. Бәрі берсін, бір-біріңізге шығыңыздар. Берсейші Коляның ақшасын деп. Бақытты айттым, туалетті айттым, Ермек 60 000 Ермек берер жақ. Анау 4,5 000. Ана бала Жандарбек Ақкөлдегі 2000 теңге береді. Гита 5 000 берер жақ, Айнагүл 5 000 берер жақ. Бақыт 8 000, 16 000 болып кетті. 16, негізі 28 000, 20 000-ға, 18 000-ға саттым ғой. Жақсы, 8 000 берсін. Сонда болды, осы Аслан деген бар, 68 жылғы. Бұл деген 50 000 берер жақ. Болды, ағайындар. Ана байлап бақ дейді. Әке шешеңді баға алмайсың ба, байлап бақ дейді. Сол сияқты маған айтып бір қадеге айтқан. Өте бағанағыдай аз болса да маған нем бағанағыдай бір 10 шақты түсіре білемін. Бірақ солай халыққа көмектесем, қойыңды бауыздап берем, бейітке азан шақырып атып қоямын, керек болатын болса. Бірақ енді мен де ақшамды мен де тұйықпын, айта алмағанмен де маған қаражатымды беру керексіздер. Уақытым кеткен ақшамды беру керексіздер. Мәйт аралап жүресіздер, бүйтесіздер, сөйтесіздер. Мен үйге 4-те келетін уақыт кейін болады кейде. Бірақ бүгін мен анам кетіп барды, анам айтады маған, қайда кетіп бардсың, тебе бармай ақ қойшы деген сияқты айтады. Кішкентай кеше кәмпит алып келген, бір жерге барып мәз болып кетті. Бірдеңе берейін айтқан. Кәмпит па дейді де. Көрдіңдер ма? Ал бүйтіп айтып отқан себебім, мен уже қарызым. Сіздерде миллион, ана біреу айтады, көке миллионды ала алмай жүрік дейді. Мен қарапайым адаммын ғой, туалет жасайтын. Сол жасаймын. Мен енді бұлар маған прикол ұстап тұр ғой ағайындар. Әлеуметтік желіде, әрбір жерде фотоға түсіп, бүйтіп, сөйтіп, уақыт тауып, бүйтіп, уақыт жоқ деген адамдар. Барында уақыт жоқ деген адамдар. Уақыт жоқ айналайын дейді. Мен туалет, не берем қарызға, арендаға. Ошақ, жәрдек, бірақ ошақ бітпей тұр. Ошақ бітпей тұр. Айгүл деген еркек сияқты бар ғой, өтірік әңгіме соға береді. Мен WhatsApp-ым тұр, мен WhatsApp-ым жазылып тұр, мен ақша сұрап отқан жоқ, WhatsApp-ым жазылып тұр, WhatsApp-қа шығыңыздар маған. Жоғарыда менің телефонымда, любой жерде WhatsApp-ым тұр. Менің екінші телефоным 800 463 0731. Телеграмнан ашып қойыңыздар. Құрманғазы ауылдық әкімшілік және Атырау қаласының әкімшілігі. Лугзана деген бар. Салтанат Тауарова. Тағы орысша сөйлейтіндер керек. Солар мені бұқа салып тастады. Олар админге қайдан білейін? Өтірік аттарын жазып алып, еркектер отырады. Бұқа салып тастады, ондайлар бұғаттап тастауға болады. Мен неге бұғаттайсыңдар? Мен деген дұрыс затты айтып жатырмын ғой, мысалы. Бітпей қалған стадионды айтып жатырмын, Атырау тас жолын айтып жатырмын, Ақтау, Маңғышлақ,
су құбырын айтып жатырмын да, Маңғышлаққа су өтіп жатыр, Ақтауға, Бейнеуге су өтіп жатыр бізден да, мына Астығынан. Байтаралда су жоқ, водопровод. Мұқтаж жандарды айттым, қарызымды қайтарыңыздар, 8-700-460-730 телеграммына шарт қойыңыздар. Әкімшілік, Атырау әкімшілігі және Құрманғазы әкімшілігі. Бұл жаңылмайтын жағы жоқ, сүрінбейтін жағы жоқ. Төлемшіктерде жүрген жоқ па? Блогер болып бәле миллион тауып. Алдабай амантта үйіңіз аман болыңыз.